Танымал әнші Қайрат Нұртас тағы да ел аузында. Бұл жолы ол ұлына қатысты жазба үшін елден оңбай сөз естіді. Суретті Қайраттың әйелі Жұлдыз Әбдукәрімова өзінің инстаграмдағы парақшасында жариялады. Онда Қайрат пен Жұлдыздың кенже ұлы хан костюм шалбар киіп тұр. Сол фотоның астына Қайраттың жары кенжесінің жақсы оқитынын айтып, болашақта министр болса екен деген арманын жазған. Осы балам как минимум министр болады-ау. Хан ұлдарыңыз бірінші сыныпты өте жақсы бағамен аяқтады, дейді Жұлдыз Әбдукәрімова. Бұл жазбаны оқыған желі қолданушылары түрлі пікірлер жазды. Тіпті Жұлдыздың кейбір желі қолданушылардың орынсыз пікіріне жауап беруіне тура келді. Қалай ойласақ та, ананың балаға ешқандай жаман тілек тілемейтіндігі бәріміз де білеміз. Бірінші сыныпты жақсы бітірген ханды және оның ата-анасын шын жүректен құттықтаймыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, видео астына өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.